Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін мен парақшамда жаңағы қай гүлді қалай кесіп сатуға болады, сол жайлы ашып айтатын боламын. Яғни есептеп қағазға көрсететін боламын. Қай гүлді қаншаға қалай сатып жүрмін, сол жайлы. Қай гүлді сатқан не выгодно, қай гүлді выгодно, қай гүлді кесуге болады, қай гүлді кесуге болмайды, қандай отросткалар сату керек, сол жайлы тегін мастер-класс көрсетіп өтемін. Яғни өзімнің тәжірибемде гіні көрсетіп, қағаз бетіне түсіріп, есептеп көрсететін боламын. Егер Голландия гүлінен де алып сатып айланысып жүрмін, ол жағындай Голландиядан гүл алып сатудың есебі жайлы айтып өт десеңіздер, комментарияға жазып өтіңіздер. Бұйыртса оны да түсіремін. Бұл жолы жаңағы үйдегі отросткаларыңызды кесіп сатып, ары қарай мен одан да гүлге қызығушылығым бар, ары қарай дамытқым келеді, осы отросткаларымды көбейткім келеді, және басқа да түрлерінен алып сатқым келеді десеңіз, видеоның соңына дейін көріңіз. Қазір түсіндіріп өтетін боламын. Так, мына жерде қай гүл жайлы қалай кеседі, қалай жаңағы сатуға болады, есеп қисабын айтып өтетін боламын. Қазір рет-ретімен бірінші бір гүлге түсіндіріп өтейін. Яғни менде мына жерде ерезине деген гүл күзде алған болатынмын. Күзде стаканчикте 1000 теңгеге осындай кішкентай отросткасын алған болатынмын. Жазайық енді қазір. Минус 1000 теңге дейін, 1000 теңгеге мен стакандағы отросткасын алдым. Мына қазір қағазыма түсіріп қойын сіздерді. Енді минус 1000 теңгеге алдым стакандағы отросткасын. Енді оны мен алдым да үйге алып келіп, өсіріп, сол стаканда тұрған кезде басынан кестім. Яғни осындай жерінен кесіп, басшаған кесіп алдым. Бөлек стаканға ектім, тамырлатып. Көбісі сол отросткамды сұрады, себебі осындай басшағынан кескен болғаннан кейін бір әдем көрініп тұрғаннан кейін қызықты. Қып-қызыл болып өз адамға тартады өз. Сосын мен бірінші ол отростканы сатқан жоқпын. Оны тоже стаканға ектім, көбейткенде өсірдім. Өскеннен кейін жаңағы өзім сатып алған мынау түбі ғой. Сол стакандағы мен жаңағы мен көбейткен стакандағы отростка екеуін бір горшокқа ектім. Уақытша мынандай тар горшокқа ектім, себебі әдемілік үшін емес, маған гүлдің өсу барысы керек болды. Сосын осындай горшокқа ектім екеуін. Одан кейін формасын шығарып кестім. Міне. Мына жақтардан кесілген, мына байқасаңыздар, мына жерден формасын шығару керек болды, себебі жан жақтан пышный болып өскен қалатын, бір ұзарып кетпей. Ал енді осыдан қанша отростка кестім. 1000 теңгеге алып келген отросткамнан қазір мен формасын шығару мақсатында осындай жерлерінен біраз отростка кестім. Енді сіздерге есебі ретінде примерно айтайын. Біздің тараздың бағасы басқашада, байқағаным басқа қалаларда басқаша екен гүлдің бағасы, отростканың бағасы әсіресе. Голландия көбіне бір жүреді бағалары, сәл сәйкестік келеді, ал отростка жағынан басқаша екен. Себебі Астана жақтарда кішкене қымбатырақ байқадым да, біздің Тараз бен Шымкенттерде кішкене жылы жақ болғанға ма отросткалар сәл арзандау сияқты көрінді маған. Енді сіздерде білмеймін қалай екен, мүмкін жазып өтерсіздер. Ал мынандай бізде Таразда осындайды кейбір орыстар срез ретінде ала береді. Срез деп, яғни кесіп, оны тамырлатып алады өздері егіп алады. Оны қорқпай ала береді, себебі орыстарда кішкене опыт бар да. Ал қазақтарда алады, бірақ қорқақтайды, жаңа өліп қалады ма деп жаңағы кесіп тамырлатқан. Сондықтан егіп берген дайын сұрайды да. Бізде срез ретінде 500-ден осы ерезине гүлі.
Ал сәл тамырлаған болса, сәл стаканға егілген болса 700-800 мыңға дейін бара береді. Ал мен өзім осындай стаканға 1000 теңгеге сатып алдым егілген осындай атросканы. Енді мен стаканға емес, осындай транспортировочный кішірек горшокқа, жақсы топыраққа керек жарағы витамин бәрі араласқан етіп 1000 теңгеге сатып жүрмін. Енді осының есебін айтып берейін сіздерге. Мен енді мынандай кесілген атроскаларды көбіне 500, 600, 700, 800-ге сатып жіберемін стакандағыларды. Ал мынандай горшокқа еккен 1000 теңгеліктердің есебін көрсетіп өтейін. Так, 1000 теңгеге сатып алдық, минус 1000 теңгеге. Енді мына жақтарынан кескен болатын мен. Қаншама атроска кестім. Енді осы жерге плюс 5 атросканы түсіндіріп айтып өтейін. 1000 теңгеден. Плюс 1000 теңгеден 5 атросканы. Сіздерге видео көрініп отыр ма? Көрініп отыр екен. Кейде камераны өшіп қалатыны бар. Так, 5 атросканы көрсетіп өттім. Енді мынау плюс 5 атросканы осындай жаңағы горшокқа егетін болса 5000 теңгеге сатылады. Міне. Мен саттым лично өзім. Арасында онда кесілгендерін есептемек. Мынандай егіп. Так, осылай 5000 теңге түсіп тұр. Міне. Осы жерде. Енді минус 1000 теңгеге атроска алған бағамызды шығарып тастаймыз. Осы 5000 теңгеден. Шығарып тастаймыз. Минус 1000. 4000 қалады бізде. 4000 қалады. Енді 4000-нан жаңағы осы 5 атросканы примерно есептеп жатырмын мен. Сіздерде баға қалай болатын. 5 атроскаға кететін жаңағы транспортировочный горшок сатып аламыз, сосын жаңағы топырақ сатып аламыз. Керек жарағы бар, ішінде перлит, мерлит, сондайлардың бәрін грубо есептегенде минус 500 шегеріп тастаймыз. Кетеді ғой, себеп сатып аламыз ғой бізде оны. Так, 500. Сонда 3500 теңге болады. Бізде қалады 3500 теңге қалады. Енді қараңыздар. Бізде 3500 теңге қалып тұр. 500 теңге жаңағы топырағы мен несіне шегеріп алып тастап тұрмыз горшогына. 1000 теңге жаңағы өзіміздің сатып алған атросканы алып тастап тұрмыз. Сонда 3500 теңге алған сәттен бастап, сатылған уақыттан бастап 3500 теңге пайда түсіп тұр бізге қазіргі уақытта. Ал енді бұл гүл минус 1000 теңге өзін ақтап қойды ғой, жаңа шегеріп қойдық, 3500 теңге пайданың ішіне кетті, ақтап қойды. Енді ары қарайғы мынау мысалға қанша атроска тағы беріп тұр, өсіп тұр, қараңыз. Мынаны пышный болу үшін, ары қарай қалыңдату үшін кесу керек. Мынаны мысалға қанша жерден. Жоқ, осыдан кесіп жаңағы көбейтемей жатырмын десеңіз, үлгермей жатырмын десеңіз, мынандай қылып кесіп тағы да көбейтіп қойыңыз. Сізде 3 мамочка болса, сонда кесіп сата бересіз. Или біреу болса да соны өзі жетеді. Енді сол тек қана сізде бір гүл ғана болмайды ғой. Мынандай бальзамин болуы мүмкін, сартабой, жаңағы розочка болатын. Сондай гүл болуы мүмкін. Сізден әр гүліңіз мысалға надан примерно 3500, әр гүліңіз 3500-ден әкеп тұрса, сізде 3 или 4 одан көп 10 гүліңіз болуы мүмкін мысалға. Әр қайсынан есептеңіз, қанша теңге әкеп тұрады сонда. Соны есептейміз. Пайдасы болып тұр, көрдіңіз ба? Әр гүлден кесіп сату атроска пайдасы болып тұр. Бірақ деген жүреді. Әр жаңағы салада плюс-минусы жүреді. Минусын айтатын болса, жаңағы сіз алған 1000 теңгеге алған гүліңізді міне ары қарай өсіре білу керексіз. Себебі кейбіреулері мысалға танымайтын гүлді, капризный гүлді алып келеді де, мен бұны сатамын деп ойлайды да, алып келіп
минусқа кіріп кетеді. Мен енді мысалға 1000 теңгеге айтып жатырмын, одан қымбат гүл алып келуі мүмкін. Мысалға минусқа кіріп, мына жердегі алып келген гүлмен мына плюстан айырылып, не мына минус айырылып, общий жоқ минус болып қалуы мүмкін. Сондықтан мынау бірінші сізге сатуды ойламайсыз, отростка бірінші осы гүлді жақсылап өсіріп көбейтуді ойлайсыз. Себебі қарайсыз ол гүлдің топырағын дұрыстайсыз, керек жарағын и удобрениясын аямайсыз. Себебі бұл мамка ғой бізге отростка беретін. Себебі бұдан топырағынан жаңағы дұрыс қоспалары жоқ, аяп қалып бір универсальный қап-қараға еге салып, или бір аула топырағына еге салып, или жаңағы удобрениясын уақытылы бермейтін болсаңыз, сіздің гүліңіз ауырып сарғайып тұрған болса, ауырып сарғайып тұрған гүлден 10 жерден отростка алсаңыз да, ол тамырлау қиын болып, сізге тамырлап мынау әкеп тұратын отростканың пайдасын әкемей минусқа түсіруі мүмкін. Себебі ауырған гүлден отростка ол ауырған болып шығады. Сондықтан жақсы өсіп тұрған гүлден жақсы отростка береді. Себебі ол организмі жақсы болғаннан кейін бірден мысалға надан қорықпай 5-6-10 отростка кесіп алып тамырлата берсеңіз болады. Егер ауырып тұрса, оны кесе алмайсыз мысалға. Бір ғана ерезинеден емес, мысалға болады басқа қандай гүлдер алуға отростка. Мынаны мысалға доллардан ала алмайсыз. Себебін айтайын, доллардан аласыз отростка, ала алмайсыз емес. Мынандай бірақ өте ұзақ, ол қашан жапырақтан тамырлайды, қашан өсиет, оған сізге көп уақыт кетіп қалады да, сізге пайда пока әкелмейді. Бұны общий доллары алып, Голландияға бөліп сатқан сол выгодно. Оны енді келесі жолы Голландия дегенді көрсетермін, егер қажет болса жазыңыздар. Мына жерде мысалға осы жердегі гүлдер мысалға мынандай сенсеверия алуға болмай көбейткенге. Себебі сіз оны алып келесіз, мына көбейту сатам деген мақсатта алсаңыз, мына жағынан кесіп тамырлататын болсаңыз, өте ұзақ уақыт және жасыл болып шығып кетеді. Бұндайды өзіңізде өсіп тұрған бөліп сатпасаңыз, былайынан сатып алуға, сатуға алам десеңіз, бұндайды алмайсыз. Колеустар алуға болады, бірақ колеустар бізде таразда не оценивается дейміз ғой, в общем, қатты қажет емес гүл. Тек көктемде жаңағы далаға өсіргенге алады, көбіне үйге өсіргенге азырақ алады. Себебі бұлар доступны дейміз ғой, көбінде көп сатыла беретін болғандықтан, бүйтіп сіздің үйіңізге бүйтіп іздеп келіп такси жіберіп алатындай гүлдің қатарынан емес. Бірақ сізде набой бір ретінде болу керек. Себебі жаңадан мен гүл өсіріп бастап жатыр едім. Маған енді үйреніп жатқан, жаңадан үйреніп алғаннан кейін қымбат гүлді алып өлтіріп алғанымша, арзан гүлді алып үйренейін деп едім. Арзан гүл бар ма дейтіндер болады, сондайларға ұсынасыз. 300, 400, 500 арасында осындай колеустарды ұсынасыз. Өзі көреді, ұнатса алады, ұнатпаса сондай ретінде, набой бір ретінде арзан гүл болу керек. Себебі кейбіреулері жаңадан үйреніп бастап жатқан кезде әдемілігіне қызықпайды, чтобы қорқақтайды, өлтіріп алғанда ішім ашымайтындай бір 300, 400, 500 көлемінде гүл беріңіз дейтіндер болады. Мен өзім тәжірибемде кездесіп жүрмін ондаймен. Ал мыналар мысалға Голландиядан гүл антуриум, доллар, мужское счастье сияқты гүлдер келеді ғой, мыналар Голландиядан келмейді. Себебі уже халықта доллар бар, қайта доллар ала бермейді. Мысалға антуриум бар, женский счастье бар, тойған ол гүлдерге шыны керек. Егер мынандай жаңа новинка дейміз ғой, новинкадан бөлек жаңа Голландиядан қайта келе бермейтін бір ерекше гүл деп айтады бізде. Енді сондай гүлдер болса өзіңізде, сондайды былай такси жіберіп алдырады, іздеп келіп алуға болады. Себебі мынандай мысалға панда дейтіндер Голландиядан келмейді емес, келеді, мыналар келеді, эпипремдар, бірақ редко келеді, еще бағасы енді білмеймін, 2 есе 3 есе болып келеді. Сондықтан сіз мысалға өзіңізде болса осындай отросткаларды жасап, сингонимдар тез көбейеді. Мысалға пандалар редко кездеседі, редко келеді.
мына мысалға псевдорендорумдар фиолетовый болып ерекше болады, мысалға жылтырап, көбіне Голландиядан келе бермейді. Мыналар мысалға варигатный көбейткен кезде де жақсы да, бұл гүлдерші еще өзіңізде болады. Соны мысалға эпиция гүлдейді, мысалға көбісі гүлдеп тұратын гүлдерге қызығады. Маған чисто гүлдейтін гүлдер беріңізші деп айтады. Сондай кезде осындай атроскалар жақсы. Сосын жаңағы мысалға мына жердегі көрсетіп өтейін. Монстера хит дейміз ғой, хит продажа дегенде сұранысқа ие. Бұл да Голландиядан келеді, бірақ атроскасын сұрайтындар бар. Голландиядан келгеннен қымбатырақ. Мына герандар в основном келе бермейді. Сортовой герандармен айланыстыңыздар, өте жақсы гүлдеген кезде. Сосын мына сингондар өте капризный емес, бұлар тез тамырлайды, сонысымен жақсы. Осындай ерекше гүлдерді өсіріп сатқанға болады, жақсы. Сосын бальзаминда жақсы жүреді, себебі көп сұранысқа ие осы бальзаминді. Гүлдетіп сатсаңыз, қымбатырақ горшокқа егіп гүлдетіп сатсаңыз, гүлдеткен дайын күйінде горшоктағын алатындар болады. Олай да болады, праздникке гүлдетіп сатсаңыз, атроскасын жасап сатсаңыздар да болады. Сонымен қатар жаңағы мысал ретінде көрсетіп өтейін. Сізде жаңағы көп гүл болу керек дедім ғой, егер атроскамен чисто айлансам десеңіз, бір болу керек. Себебі бір гүлге бола, екі гүлге бола келетіндер редко, аз. Болады аздау бірақ. Ал егер 10 шақты бір болса, сізде фотосын жіберіңізші дейді, гүлдер алайыншы деп едім өзіме үйге дейді, фотосын жібер дейді. Соны уақытта сізде неше түрлі бір дайын егілген стакандағы тұрса, сразу Яндекспен бірақ алдырып алайын, таксиге сап жіберіңіз деп, коробкасымен салдыртып алып кетеді. Сондықтан сізде бір болу керек. Жаңағы бір гүлді кесіп көрсеттім ғой мен, сол есеппен сізді қасында 2-3 гүл, 4 гүл, 5 гүл болатын болса, сізге тегі жақсы. Себебі мына мысалға мен эпипремді қазір шөлдеп тұр екен, су құйып қойдым. Осы эпипремді мен қанша жыл болды өзімде ұстап жүргеніме. Басында мынандай транспортировочный горшокта тұрған, сол кезде кесе беретін, одан бері горшокқа ауысты. Қанша кесемін, кескен жерлерде тұр, видеоларымда бар астында, кесемін, қанша ол бере береді атроска. Ренжімейді. Басқа жағынан да жіберіп жатыр мысалға. О жақтарында өсіп қалғанда кесе берем. Мысалға ол эпипремін менде қаншама әкеп тұр мысалға. Уже қанша партия сатып жатырмын, әкеп тұр мысалға. Сортына байланысты гүлдердің кейбір гүлдер атроскалары 500-ден аспайды, себебі сорты кішкене төменірек, ал кішкене сортовойлар үлкенірек, қымбатырақ жүреді. Мысалға монстера манки бізге әзірге пока что 500-ге түскен жоқ, себебі сортымен ұстап тұр. Бальзаминдер енді түсіп кетті, біраз болды біздің Таразда. Сіздерді білмеймін, 500-ге түсіп кеткен. Ирезине әзірше түскен жоқ, енді әр жақта әртүрлі баға. Мына эпипремдер 500-ге түсіп кеткен бізде. Доступны дейміз, өзімізде баға сондай. Мен лично эпипремнің барлық сортын 500-ден жіберіп жүрмін. Енді сортовойлар болмаса. Сол тағы не айтайын? Осылай есеп бойынша сізде әр қайсынан примерно 3-4 мыңнан әкеп тұрса, мамкаларыңыз бірақ өлтірмей жақсы бағу керексіздер. Ары қарай сіздерге әр гүліңіз әкеп беріп тұрады. Және әрине бұл жерде мысалға түскен пайдасына примерно 10 мыңнан түсіріп отырсаңыз, егер 10 мыңнан түсіріп отырсаңыз, егер мен жаңартам, тағы да маған новинка керек, ары қарай дамытам, айлансам десеңіздер, 5 мың теңгесін қиясыз. Себебі любой бизнеске минусқа салу керек ақша. Салмай тек қана алам, шығарам деген әңгіме жоқ. Әңгіме болмайды, алсам деген. Сондықтан 5 мың теңгеге басқа сортовой гүл алып келесіз. 5 мың теңгеге алып кесетін, оны алда тағы да көрсете жатармын, бұйыртса өздеріңізде неден байқайсыздар, видеодан қай гүлді кесіп, қай гүлді көбейтіп сатып жүрмін бәрін. Тағы 5 мың теңгеге аласыз, минусқа шегересіз, жаңағы 5 мың теңгеңізге топырақ алып келуіңіз мүмкін. Себебі топырақсыз болмайды. Агровальд әкелесіз.
міне бір жолғысын қиясыз, 10 000 теңгеңізді бұл бір жолғысын қиюыңыз мүмкін 5-5 мыңнан бөліп. Сонымен қатар келесі жолғы мысалға түскенін өзіңізге алып қалсаңыз болады. Бір жолғысын қиясыз. Себебі мынау әкелген 5 000 теңгеге әкелген отроскаңыз тағы көбейіп плюс әкеп беріп тұрады сізге міне. Мына жерде алып келген топырағыңызды алып келесіз. Енді сол топырақ 5 000 теңгеге әкелген заттарыңызды қоспаларыңызбен сразу жарап тастамайсыз ғой. Ол да сізге басқа отроскаларға плюс әкеп тұрады. Есеп осындай. Ал сіздерге пайдалы болса, парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сосын комментарияға жазып өтіріңіздер, қандай гүлді өсіре алмай жүрсіздер, қандай гүлді алып сатуға болады, алда көрсететін боламын. Тез тамырлайтын гүлдер жайлы да айтып өтетін боламын.